Қарбыз жейтін мезгілде келіп қалды. Соған орай қарбыз немесе дарбыз туралы қызықты ақпаратты білгіңіз келе ме? Ендеше жай ғана тамашалаңыз. Арнамыздың әрі қарай дамып, сіздермен пайдалы ақпараттарды бөлісу үшін каналға тіркеліп қолдау көрсетіңіз. Қарбыз асқабақ тұқымдасына жататын көпжылдық өсімдік, ең көп тараған бақша дақылы. Қарбыздың ежелден бері отаны Каллахари шөлінің оңтүстік африкалық бөлігі айтылады. Бұл жемісті адамдар 3000 жыл бұрын жей бастаған екен. Ең бірінші қарбыз өнімін 5000 жыл бұрын египеттіктер пайдаланыпты. Әлемде 500-ден аса қарбыздың асханалық түрі өсіріледі. Біздің елімізде Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Алматы облыстарында өсіріледі. Дүние жүзінде ең үлкен қарбыз 2013 жылы Америкада өсірілген. Оның салмағы 159 килограмм болыпты. Ал керісінше ең кішкентай қарбыз Мексикада өсірілді. Олар 4 сантиметрге жетер-жетпес кішкентай, дәмі қиярға ұқсайды. Ал күнделікті өмірде жеп жүрген қарбыздың салмағы 8-10 килограммнан аспау керек. Барша адам баласы сүйсіне жейтін қарбыздың 92% судан тұрады. Оның адам организмін тазалауда пайдасы өте зор. Оның құрамында А, В6, С дәрумендері бар. Сондай-ақ антиоксидант және аминокислота секілді пайдалы компоненттер де кездеседі. Жаздың қайнаған ыстығында қарбыздың маңызы тіптен арта түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, ең жоғары деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Сонымен қатар қарбызда ликопин компоненті бар. Оның жүрекке және сүйекке пайдасы мол. Қарбыз шырыны көптеген ауруларға ем. Мысалы, ол атеросклероз, артрит, қант диабеті сынды ауруларды емдеуде үлкен көмек бола алады. Қан қысымы жоғары және цистит, простатит тағы да басқа аурулардан зардап шегетін адамдарға қарбыз шырынын тұтыну ұсынылады. Шырынның ересек адамдарға ғана емес, балалар ағзасында пайдасы мол. Шырын көмегімен балаларда жиі кездесетін көптеген ауруларды емдеуге болады. Бауыр, бүйрек, несеп жүйесі ауруларында ішеді. Сонымен қатар ағзада барлық пайдасыз шлак пен бүйректегі тастың шығуы үшін керек. Ағзаны холестериннен тазартады. Қарбызды дәнімен бірге жейсіз бе? Иә, бұл сұраққа көбісі жоқ деп жауап беруі мүмкін. Бірақ қарбыз дәнінде пайда көп. Себебі оның ішінде минералды тұз, темір және магний бар. Адам дене бұлшықеттеріне керек ақуыздар кездеседі. Ол дәннің 1/3 құрайды. Қарбыз дәнін үнемі пайдаланатын болсаңыз, қант мөлшерін реттеп, холестеринді жоятын боласыз. Дәндерінің қанды тоқтатып, іштегі құртты түсіретін қасиеті бар. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаның дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Біздің арнаға жазылып, подписация батырмасын басыңыз. Денсаулығына немқұрайлы қарамайтын жандар қарбыздың қауіпсіз пайдалы жеміс екенін білуі керек. Бірақ оны сатып аларда сыртына, ішіне аса назар салып таңдау керек. Қарбыздың химиялық қоспа арқылы піспегенін білу үшін зерттеу жасап көрейік. Кесіп алып, су толтырылған кесеге салып қойыңыз. 1 сағат көлемінде судың түсі бұлдыр болса, жей беруіңізге болады. Егер су түсі қызыл күрең болса, оны жеуге асықпаңыз. Себебі жемісті химиялық қоспа арқылы өсірген болуы мүмкін. Кез келген адам ағзасына пайдалы деп саналатын тағамды шамадан тыс қолдану организмге пайдасымен қатар зиянын тигізеді. Еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін сүйіп жейтін бұл жемістің зияны бар. Қарбыз толығымен судан тұратындықтан оны көп мөлшерде қолдану бүйрекке салмақ түсіреді. Ағзадағы улы заттар ғана емес, сонымен қатар қажетті минералдар бірге шайылып, несеп арқылы сыртқа шығады. Қарбыз жақсы тас айдаушы болғанымен, несеп, тас аурулары бар адамдарда тастың көбеюіне әкеліп соғуы мүмкін. Жүктіліктің соңғы мерзімінде жүрген әйел адамдар одан бас тартуға тура келеді. Өйткені дәретханаға бару 2 есе жиілей түседі. 3 жасқа дейінгі бүлдіршіндерге беруден бас тарту керек. Адам ағзасы Алладан берілген аманат. Оны қорғап, денсаулығыңызды күтіңіз. Сіздермен бірге шипагер арнасы. Деніңіз сау болсын. Арнаға тіркеліп қолдау білдіріңіз.